Ассалаумағалейкум оқырмандар. Инстаграмнан осындай тез әрі оңай жасалатын пирогтың рецептісін тауып алған болатынмын. Соны сіздерге жасап көрсетейін деп шештім. Өте керемет дәмді болып шығады. Менің каналымнан алыстамай, менімен бірге болып, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен шұңғыл ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін шекерімізді салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып соғып аламыз. Жұмыртқаны жақсылап соғып болғаннан кейін творогымызды қосамыз. Содан кейін ерітілген сары майымызды қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Содан кейін разрыхлительмен ұнымызды қосып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мен 22 диаметрдегі форманы пайдаландым. Көбі 18 диаметрде пайдаланады. Осындай формаға сары майымызды жағып, жаңағы салмамызды саламыз. Одан кейін жақсылап жайып аламыз да бетіне кез келген жемісті салатын боламыз. Жемістің үстіне ұн қостым, кішкене араластырдым да, содан кейін салған болатынмын. Духовкада 150 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін зубочистканың көмегімен қарап аламыз. Егер зубочисткамыз құрғақ болса, ол пісті, дайын деген сөз. Пирогымыз дайын. Осылай тез әрі оңай дайындалады. Егер сіздерге ұнаса, жасап көріңіздер, және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ассалаумағалейкум.